Телефон. Қайырлы күн, құрметті амбассадорлар. Бүгінгі күніміз сәттілікке, қуанышқа толы күн болсын, деніңіз сау болсын. Менің есімім Тембекова Әйгерім, Құқық корпорациясының изумрудымын. Барлықтарыңызбен танысып өтсек. Өзіңіз танысып өтіңіздер. Мен Құқық корпорациясының сафир статусында Қабылбек Эльмира. Құқық корпорациясында Бекова Әсем, Биплас. Қыза Жексалт. Қыза Жексалтта Құқық корпорациясында Бекова Жексалт. Мен есімім Гүлжан Жаназарова, изумруд статусындағы Құқық корпорациясының изумруд статусындағы партнер. Менің есімім Жолдасбекова Гүлмира, Құқық корпорациясының Қыза Жексалт. Құқық корпорациясының изумруд статусы Қабылбек. Сафир. Ізбасаров Азамат, Құқық корпорациясының Изумруд статусы. Сыздыкова Амина, Құқық корпорациясының Биплас партнері. Енді бүгінгі керемет сабағымызды өзінің мықты тәжірибесімен алмасатын біздің Құқық корпорациясының Қыза Жексалтының изумруд статусындағы Жаназарова Гүлжанды ортаға шақырсақ. Құрметті партнерлар, бүгінгі сабақта ТИМ аппараты, термоинфракрасный массажер аппараты. Бұл аппарат бізде қашан шықты. Бізде білесіздер, ковидтің кезінде, ковид 1930 жылы ковид шықса, 2020 жылы ковид шықты деп неге енгізді. Және бүкіл әлемде ковид шықты деп жариялады. Сол ковид шыққаннан бастап осы аппаратты ойластыру жүргізілді. Сол 21 жылдың 2022 жылдың арасында осы ТИМ аппаратын ойлап тапты. Именно сол ковидпен ауырған адамдарға сол емделу үшін денесіндегі суықты токсиндерді, әсіресе именно өкпесіндегі трахеялар жабылып қалған соны ашу мақсатында адамдарға дұрыс ауа жеткізу, яғни трахеяның ішінде көбінесе бізде макротолар тұрып қалады. Именно соны ашу мақсатында осы ТИМ аппаратын ойлап тапқан. Бұны осындай қазір сіздерге қалай бұны қосу керек? Бірінші қосып, жатқызып, біз Амина ханымды жатқызамыз. Сосын барып қалай әсер етеді, не істейді, соның бәрі шетінен жатқызып тұрғаннан кейін айтып өтеміз. Бұл жерде бізде ТИМ аппараты осындай. Жаңған микрофонын неғып жүрсің? Бір неміз болсын, пост болсын. Сіздер ТИМ аппаратын алған кезде ең бірінші осы чемоданмен келеді. Бұл чемоданның ішінде шынылар болады, жалғайтын, тоққа жалғайтын, сосын асты үстіменен осындай покрываласы болады. Астыңғы жағы, үстіңгі жағы. Очки болады, сосын смарт контроль дейді. Осы құрылғыны басқаратын, яғни осының суығын, жаңағы режимдерін бақылап, осымен реттеп отыратын осындай смарт контроль дейтін аппарат болады. Пульт болады, шнурлар болады. Оның бәрін айтып өттім. Енді оны қалай қосамыз? Ең бірінші біз астындағы покрываласын осылай төсеп аламыз. Сосын бізде үстіңгі покрываласының мойны шығып тұратын, яғни мойны ашық тұратын, адам жатқан кезде осылай тұратын покрываласы болады. Соны үстіңгі жағына қоямыз. Үстіңгі жағына қоямыз. Осылай. Сосын екі шетінде, аппараттың екі шетінде мынандай замоктар болады. Сол замоктарменен бір-біріне қосамыз. Яғни ішіндегі температурасы іште жатқан адамға жақсы бағу мақсатында осы шететін жауып қоюға ұсынылады. Осылай екі шетін бір-біріне қосып аламыз.
жағдайында көбінесе үй жағдайында қолдануға ыңғайлы токқа тығып қоясыздар, өзі жұмыс жасай береді. Міне, тура осылай қосылады. Енді бізде шнурлар бар. Міне, осындай шнурлар бар. Так, мына екі шнурды без разница қаяққа үстіне де астына да кете берсе болады. Астын бір кезде астына түсіп, бір кезде үстіне түседі. Бұл екі шнурдың, міне осындай шнурдың мына жерде 8 точкасы бар шнур болады. Соны осы аппараттың жоғарғы жағына и астыңғы жағына екі шнурды жалғаймыз. Осы екі шнурды жалғап болғаннан кейін келесі бетін смарт құрылғысына жалғаймыз. Смарт құрылғысының артқы жағында осылай не дейді, шөлек тесіктер болады. Соған әрқайсының орны өзі білініп тұрады. Осыған жалғаймыз. Енді бұл аппаратты токқа тығатын шнур. Токқа тығатын шнур. Бұны смарт құрылғысына жалғаймыз. Мына жерде өзі көрініп тұр, өзінің тесігі бөлек болады. Бұдан біз осы шнурды токқа жалғаймыз. Токқа жалғаймыз. Енді бізде очкиге жалғанатын осындай шнур бар. Мына очкидің қарап тұрсаңыздар, мына шетінде мына тесігі бар. Осыған Type-C шнуры сияқты шнуры бар. Соны осыған кіргіземіз да келесі беті смарт құрылғысына жалғаймыз. Мына осы жерге. Енді бізде термоинфракрасный массажер аппаратымыз жатуға дайын. Қосып қойдық токқа, мынаның барлығын көрдік, барлығы істеп тұр. Қосып аламыз, қосып көрдік, барлығы істеп тұр. Енді осыны қосып болғаннан кейін адам бұған пакетпен жатуға болады, және өзі үй жағдайында қыбы киіммен де жатуға болады үй жағдайында. Мысалға, пакетпен жатқысы келмесе, қыбы халатпен ночной шкафпен жатып, демалып, шаршап тұрған кезде жатып демалғысы да болады. Немесе осындай арнайы өзінің пакеті бар. Сонымен де жатуға болады. Амина ханым, келесіз бе? Қыбы немен жатасың ба? Кигізбей ақ қойсам. Міне, осылай пакет. Бұны Амина ханымға мен кигізбей ақ қояйын, бірақ қалай ашылу керек бұл. Жоғарғы жағында осындай қап сияқты ашылады бұл. Бұны кигізетін кезде осылай қолды ашып, кіргізіп алып, маған бересің. Осылай ашып, жерге осылай қоямыз. Жерге қойған кезде, мынау жерде ең астыңғы жағында жалғанған жері бар. Соны қойған кезде адамның екі аяғы ыңғайланып осыған түсу керек. Тур осылай түсу керек. Сол кезде бұл адамның иығына дейін толық жетеді, толық қамтамасыз етіледі. Если ол ортаңғы жағынан мысалы аяғы тұрып қалса, артқы жағы көбірек, алдыңғы жағы мияқа дейін жетпей қалуы мүмкін. Сол себепті қойған кезде осы именно жалғанған жеріне аяқты қойған дұрыс. Если сіз кушеткіге жатқызатын болсаңыз, кушеткіні жерге қоясыз, сөйтіп алдыңға қояйын. Көрсетсеңіз. Мына осылай кушеткінің алдына қоясыздар. Адам былай жататын болса, осылай тура ішіне түскені жақсы. Тура осылай ішіне түскені жақсы. Сол кезде, былай көтерген кезде адамның бойын толық қамтамасыз етеді былайда. Если біз дұрыс жатқызбасақ, мысалға, ол мына жерге болып қалса, дұрыс жетпей қалады да, сосын ол пленка жыртылады. Пленка жыртылғаннан кейін ол термоға су ағады деген сөз. Сосын кушеткіге жатқызып, сосын барып құрылғыны қосылады. Міне осылай қандай. Енді Амина ханымды оған неге пакетке жатқызбай қояды, қалай жатқызатынын көріп алыңыздар. Бұл жерде құрылғы қосылған кезде, мына көріп тұрсыздар, бізде мына жерде тастар бар.
инфрақызыл сәулені бөлетін тастар. Сүйекке дейін өтіп жұмыс жасайды. Мұны қарап тұрсаңыздар, мына жерде қолды қойған кезде қолдан сәулесі көрінеді. Яғни бұл сүйектерге дейін өтіп, D-трейді бөліп, біздің сүйектермен жұмыс жасайды деген сөз. Бұл тастар 6 режимде массаж жасалынады. Тас қандай режимде массаж жасалынатын мен біртіндеп түсіндіріп айтамын. Сосын бұл жерде мынау екі омыртқаның екі шетінде именно организмдермен жұмыс жасайтын тастар бар. Сосын именно біздің седалищный нервке жамбас қуыстарына түсетін тастар бар. Сосын астыңғы жақта мынау тізенің артқы жағына түсетін тас бар. Осы тастармен бірге қосылып, бәрі бірге 6 режимде массаж жасалынады. Енді бұл біз жатқызған кезде мына екі тас біздің тіземіздің артқы жағына түскен жақсы. Себебі, если тізенің артқы жағына түссе, бұл мынау массаждың 6 режимде жүріп жатқан массаж толыққанды денеге әсер етеді деген сөз. Себебі бұл тастар именно сондай зоналарға, точкаларға қойып жасалынған. Сол себепті үлкен адамға даже осы точкаға қойған дұрыс. Амина ханым? Былай. Бір үлкен адамдар көбінесе былай бірінші отырғызып алыңыздар, сосын жатқызған дұрыс. Сырып кетпеу үшін. Осылай отырғызып аласыздар да. Жаққа қарап жатқызасыздар. Сосын аяғын сөздеп сұғайсыздар. Сәл биірек жатыңыз. Артқы жақтағы тастар омыртқа, тіке омыртқаның екі шетіне түскен жақсы. Мына бүйтіп қарап тұрған кезде адам тіке жатқан жақсы. Себебі артындағы меридиан тастар, меридианды ашатын тастар именно омыртқаны түзулейді, осанканы түзулейді. Сол себепті ровно жатқан дұрыс. Сосын жаңағыдай айтқандай, тізенің астыңғы жағына мына сәл жоғарыға көтеріп кетсек, сәл төмен түссеңіз болады. Астыңғы жағына тиісін. Жатқызған кезде өз жеріне қарайсыздар. Сәл бері жатыңыз. Сосын болғаннан кейін екі қолды бұлай қойға болмайды, екі қолды екі жағына қойған дұрыс. Сосын пациенттеріңізді жатқызардың алдында обязательно біздің хлюви шайдан бір бокал берген жақсы. Себебі процедура барысында о денедегі шлактарды, токсиндерді шығару тез шығу мақсатында. Если біздің организміміз құрғақ болса, онда токсин шығу қиындау болады. Ал если сіз шай беріп, екі бокал шай беріп алып жатқызсаңыз, онда токсиндердің шығуы тезірек орындалады. Екі шетінен осылай жауып, замокты сырамыз. Сосын таңда айтып өтетін жай, бұл замокты сырғаннан кейін кейбір адамдарда қорқыныш болады қандай, бір нәрсеге жауап қойған кезде қорқатын. Если ондай адамдар болса, екі шетінде қолды шығаратын екі замогы бар. Сосын аяқты шығаратын екі замогы бар. Если өздігінен жататын болса, осылай қолын шығарып алып, жатса да болады. Міне осылай. Ішке кіргізе салыңыз. Басты сәл жоғары көтерген дұрыс. Осы жатқан положениеден бас шамал көтеріңкі тұрса, жүрек қыспайды. Яғни вибрация кезінде қысылып тұрған нәрселер ашылу үшін бас сәл жоғары көтерілсе, дем алу біздің тыныс алу жүйемізде дем алу тезірек барады, өкпе тезірек жұмыс жасап, ауаны кіргізу тезірек болады. Сол себепті басын сәл жоғарыда қойған дұрыс. Енді осылай жатқан кезде сіз басқы жағын, бас жағына шашық қойып, сол шашықпен орап қойсаңыздар да болады. Сосын біздің көзілдік бар. Бұл көзілдікті тағатын кезде көзілдік суланып қалмасын. Мынау енді бізде құлып қой. Құлыпқа тер тиген кезде бұл жер сасық неғылып мүмкін. Оны спиртовый салфеткамен сүртіп алсаңыздар болады. Или болмаса осындай қағаз салфетканы көзіне қою арқылы көзілдірікті кигізсеңіздер болады. Мына осылай. Тер сонда салфеткеге барады деген сөз. Басыңызды көтеріңіз. Осылай қосып алдық. Енді
көрсе қалай қосатын? Көр. Жансай? Қарап тұр. Соған жақында қалып кеп, мына жаққа Көріп ал. құрылысын қалай қосамыз? Ең бірінші аппараттың өзін қосып алу керек. Мына жерде қосу деген on off деген жазу жазып тұр. Мынау екеуі, асты үсті, екі жағын бірге қосып аламыз. Сосын бізде жылуды беретін 40 градус пен 60 градустың арасында осы термокапсуланың іші жылиды. Оны өзіңіз қойып аласыз. Мына 54-тен 60-қа дейін барса болады. 40-тан 54-ке дейін. Екеуін екі жақтан басу арқылы қойып аласыз. Өзіңізге керекті градусты таңдап аласыз. Одан кейін үстіңгі жағында сағаты. Сіз қанша сағатқа қоясыз, соны қойсаңыз болады. Үстіңгі жағында. Мысалға 30 минут асты, жоғарғысы 30 минут. Мына 30 минутқа қойып қойдық. Сосын екі шетіндегі мына тұрған екі жағындағы нүктесі бұл массажный режимі. Массажный режим 6 режимде массаж жасалынады. Егер сіз бірді бассаңыз, сол 6 режимдегі массаж қайталана отырып массаж жасалынады. Егер сіз тек қана бір ғана массаж түрі керек болса, онда бірді басасыз или екіні басасыз, міне өзіңізге керекті массажды осылай қойып таңдап алсаңыз болады. Негізінде бірді бассаңыз, полностью 6 түрлі режимді қайталап отырып массаж жүреді. Міне құрылғыны қосып қойдық, осылай адам жатады, өзіне қажетті уақытты таңдап алып, жарты сағат жатама жоқ. Негізінде ең бірінші кезде 20 минуттан бастаған дұрыс. Бірінші 20 минут, одан кейін 30 минут, 50 минутқа дейін апаруға болады. Кейбір жағдайларда ғана 50 минуттан сәл асыруға болады, бірақ желательно 50 минуттан асырмау керек, 1 сағаттан асырмау керек. Сосын бұны қанша күн қолдануға болады. Ол да тоже больнойдың жаңағыдегі пациенттің жағдайына қарай. Если жаңағыдегі пациенті көп, өте қаны қою адамдар болатын болса, онда оларға бірінші семге жатқызбай, ең бірінші массаж жасап алып, сосын барып семге жатқызған дұрыс. Себебі массажбенен шамалы қалыпқа келтіріп алып, оған шайын беріп, токсиндерін бәрін реттеп алғаннан кейін барып жатқызсаңыздар, біріншіден бек массажер аппаратымен массаж жасаған кезде қан айналымды реттеп, токсинді бәрін шығаруға дайындап қояды. Сосын барып семге жатқызған кезде уже дайын тұрған токсин, дайын тұрған жаңағыдай қораларында ашып, дайын тұрғаннан кейін семге жатқызған кезде уже 100% адамның денесіне артық токсин, шынақ, май, денесіндегі су солар шыға бастайды. Енді бұл аппараттың көп түрлі жаңа демесін айтып өткен. Углеродный волокна дейді. Углеродный волокна мынау біздің құрылғымыздың арасында майда сымдар бар. Ол осы именно процедураларын жасауға арналып ішінде кіргізіп қойған. Бұл қауіпсіз, адамға ешқандай зияны жоқ, пайдасы болмаса, бұл сыртындағы несі покрытиясы кожадан жасалынған. Сүртіп алуға өте ыңғайлы. Сосын ішкі жағы хлопок, жаңағыдай оны. Ішкі жағында хлопок бар, адамға ешқандай синтетика болсын, не болсын, аллергия бермейді. Сосын сол хлопоктың именно меридианды ашатын жағында сеткообразный хлопоктан жасалған ткани бар. Бұл құрылғыны өзі солай жасап шығарған, сеткообразный. Сосын астындағы минерал тастары фотонная лампа. Фотонная лампа бұл біздің именно инфрақызыл сәулені бөлетін фотонная лампа. Енді бұл жаңа айтып өткендей 6 режимде массаж жасалынады дедік қой. Если бірінші режимдегі қоссаңыздар, осы 6 түрлі режимді айналдыра отырып істеп шығады. Яғни сіз қолмен қосып отырмайсыз. Бірінші режимі бізде меридиандарды ашады. Мына біздің омыртқамыздың екі шетінде меридиандар болады, көзге көрінбейтін. Біздің үш аппараттар негізі основной энергиямен жұмыс жасайды. Энергияның ішінде сол меридиандар. Мысалға біз сіздің қолыңыз қанап кетсе, қолыңызды көрсеңіз, оның ішінде ткандарды көрмейсіз қой сіз. Клеткаларды көрмейсіз қой, сол сияқты меридиандар көзге көрінбейді, бірақ ол бар. Сол меридиандар жабылып қалады көбінесе. Ол қай кезде жабылады? Мысалға адам қатты суықтаған кезде, қатты стресс алған кезде, ауыр заттарды көтерген кезде, денедегі жаман энергия, тіл, көз, өкпе, реніш болған кезде, осы омыртқада, именно омыртқадағы меридиандар жабылып қалады. Ал тим аппараты астындағы жаңағы ультракүлгін сәулелерді жіберіп отырып,
ең бірінші режимі сол меридиандарды ашып массажға дайындап алады. Ең бірінші мысалға суды жіберетін болсақ, бірінші арықты тазалап ашып алады, сол сияқты бірінші режимі меридиандарды ашып емдеуге дайындап алады. Екінші режимі бұл сол ашылған меридиандарды уже жылу беріп, дірілдеуді күшейте бастайды, вибрацияны күшейте бастайды. Үшінші режимі именно біздің өкпеміздегі жүрек қан тамырларымызды сол жердегі қысылып қалған тамырларды ажырата отырып, именно сол екі органмен жұмыс жасайды. Если сондай пациенттеріміз болса, именно өкпесі ауыратын, жүрек ауыратын пациенттеріміз болса, осы үшінші режимдегіні массажды көбірек қойсаңыздар болады. Одан кейін төртінші режимі ішкі ағзалар, именно біздің бауыр, ішек, бүйрек, асқазан солардың барлығын тазалайды, реттейді. Ішіндегі именно спайкілер, солардың барлығын реттеп отырып, осы жұмысын жақсартады. Бесінші режим бұл лимфа жүйесі. Біздің организміміздің бәріне лимфа жүйесі жауап береді. Лимфа жүйесі қысылып қалған кезде, жұмысын нашарлатқан кезде біздің бірінші бауыр кетеді, бүйрек кетеді, ішектердің жұмысы нашарлай бастайды. Сол сияқты лимфа системасын реттеп береді. Бесінші режимі. Алтыншы режимі қан айналымды реттейді. Осының бәрін жасап болғаннан кейін бүткіл денеге қанды айналдырады. Бұл бізге қандай әсер етеді? Бұл аппарат қандай әсер етеді? Светотерапия, термотерапия, магнитно-резонансный терапия, патогенный терапия. Осы терапиялардың барлығын сіз жатқан кезде қабылдай аласыз, бірден. Сіз просто жатасыз, сіздің денеңіздегі осындай факторлардың барлығын жұмыс істеу арқылы аппарат жақсартады. Сосын біз D3 бөледі. Бізде көбінесе біздің партнерларымыз кальций бөледі деп айтады. Кальций бұл аппарат бөлмейді, кальций бөлмейді. D3 бөледі, D3 бөлінеді. D3 дегеніміз бұл мысалға күн сәулесіне кішкентай балдарды рахитпен ауырған кезде D3 жетіспейді, күн сәулесінің асты жатқызып қояды ғой. D3 именно адамның ағзасындағы кальцийді реттеп сүйекке жеткізіп отыратын дәрумен D3. Именно сол D3-ді береді. D3 негізі күннен алынады. Ал бұл аппарат сол күннен алынатын ультракүлгін сәулесінің құрамында бар. Ультракүлгін сәулесінің құрамында, яғни бұл күн бізге табиғи болса, күннің түсуі, бұл искусственный инфрақызыл күлгін сәулені береді. Сосын вибрация арқылы, ішінде вибрация болады. Мысалға біз сіздер багуа саунасы немесе спа салондарға барып, жаңағы саунаға кіресіздер ғой, сол жерде мысалға сіздерді қатты ыстатты, бірақ сіздердің денелеріңізде суық шығу өте қиын болады. Себебі ол жерде вибрация жоқ. Ол өздігінен жарып шықпаса, денедегі су оңайлықпен шыға қоймайды. Ал именно вибрация арқылы шыққан кезде, мысалға денеден суық беріліп жатыр, вибрация дірілдетіп жатыр, и клеткалардың дірілдеген кезде клеткалар оңай ашылып, денедегі суықтар оңай шығады. Сол себепті вибрация қосылған. Мынау массаж жасап жатқан кезде қазір вибрация ойнап жатыр. Барлық жерге вибрация ойнап жатыр. Мынау 40 градус пен 60 градустың арасын ысытып, вибрация арқылы денедегі сүйекке дейін өтіп кеткен суықты шығарады. Так, енді бұның қызметі қандай? Қызметі, мысалға біз аурамыз, біздің қоршап тұрған өзі аура болады адамның несінде. Соның ең әлсіз қабаты, ол көбінесе адамдарға тіл көз тигенге қатты жайттың, стресс алған кезде, біреудің көз тілі тиген кезде бұл аппарат именно энергиямен жұмыс жасайтын болғаннан кейін, сол аураға дейін тазалап береді. Стерилизациядан өткізеді. Қазір мына Амина ханым жатыр, Амина ханымның бүткіл денесі стерилизациядан өтіп жатыр, яғни тазаланып жатыр. Ол тазаланудың ішінде сүйектерден өтіп кеткен суы, ішектердің органдардың жұмысы, ішектердің жұмысы, матпеге дейін өтіп кеткен су, өкпеге дейін өтіп кеткен су, мысалы болады, аяқтардың жылымауы, қолдың жылымауы, қатты егер сіз шаршап тұрған болсаңыздар, осының ішіне кіріп жатып демалып алуыңызға да болады.
қан айналымын жақсартады, токсиндерді шығарады. Именно нервный клеткалар, нервный системамен жұмыс жасайды, өте жақсы жұмыс жасайды. Тері астындағы микроциркуляция дейді. Кейбір адамдарда тері шықпайтын, адамдарда мүлдем тері шықпайтын, үсті сасып жүреді. Ол тері астындағы микроциркуляцияның дұрыс болмауынан. Яғни сол жерде қандай да бір токсин шлактар қалып қояды, шығу қиын болады. Тері шықпайтын адамдар болады ғой, солардан иіс шығады. Сондай иістерді тез осы аппарат шығарып алады. Дененің терінің астында осы токсиндерді шығарған кезде адамның денсаулығы жақсарып, өзін жақсы сезініп, денесінен бір ауыр жүк түскендей, осыған термотерапияға жатып шыққан адамдардың 90%-ның айтатын сөзі мен анадан жаңадан туылғандай болдым дейді. В общем, осы аппараттың ішіне кіріп шықсаңыздар, анадан жаңадан туылғандай болып шығасыздар. Бүткіл дененің бәрін тазалап алып шыққаннан кейін. Негізі бізді денеміздің бәрін ауыр басып тұратын токсин, денедегі жиналып қалған токсин, шлак, артық май, энергия жанған, солардың барлығы. Лимфа без, бізде 12 система бар, 12 система, именно соның ішіндегі нервная система и лимфатическая система. Ол біздің бүткіл организмдеріміздің жұмысын жақсартуға көмектеседі. Именно сол екі системаға жауап береді. Сол системалардың жұмысын жақсартады. Пациент шыдағанына қарай, если қатты қысылып баратса, жоғарғы жағын ашып қоюға да болады. Осы жатқан кезде трубочкамен шай берсеңіздер де болады. Аузы кеуіп кетпес үшін. Осының жағын несіне қарай. Сосын если пациент осының ішінде жатқан кезде кейбіреулерде мысалы қорқыныш болады ғой, қараңғыдан қорқады, және біреу жауып қойғаннан қорқады. Қасына келіп, сұрасаңыздар да қасында отырып әңгіме айтып, қалай болып жатыр, не болып жатыр, жақсы әсер етіп жатыр ма деп қасына сұрасаңыздар да болады. Сосын аузы кеуіп кетсе, шай беріп, мына жақта терілер ағып кетеді, тері аққан кезде құлақтардың ішіне де кіріп кетеді. Соны сүртіп алып, басқы жағына бем аппаратменен мойын жағына массаж жасасаңыздар да, денедегі артықшылар токсиндер тез оңай түрде шығатын болады. Енді ол пациенттің жаңағы массаж жасап жатқан адамның қалауына қарай. Тері шығып жатыр, пакетсіз тері шығып жатыр. Амина хан, қалай әсер етіп жатыр сізге? Керемет. Керемет әсер етіп жатыр. Но біздің осы тим құрылғысының очкиі қандай ауруларға әсер етеді? Мысалға көзде де бізде суық тиеді ғой, мұрынға суық тиеді, гайморит. Именно сол көзбенен мұрындағы инфекцияны кетіреді. Суықтарды алады. Мысалға гайморит жазылмайды. Соны осыған көп қойсаңыздар, гайморит өте жақсы жазылады. Көз аурулары өте жақсы жазылады. Осы айтқанымыздың негіздің барлығы, бұны енді қанша уақыт қолданамыз деп сұрайды екен. Кейбіреулер қанша уақыт қолданамыз, қалай қолданатынын сіздерге көрсеттім. Қанша уақыт қолданады. Негізінде босанған әйелдер, шілдеттерін шығарған әйелдер өзінің шыдағанын мысалға 3 күн, 5 күн, 10 күн, 7 күн қабылдаса болады. Ал толыққанды ем жүргізу үшін 7 күн мен 10 күн арасында қолданса болады. Сұрақ қойсақ бола ма? Иә? Біреулер мысалы айтады ғой, тим аппаратты не? Қандай жағдайда қолданбау керек тим аппаратты? Қандай жағдайда қолданбау керек? Ең қабат әйелдер, жүкті әйелдер, сосын интекті кезінде қолданбау керек, себебі интекті кезінде таңда ыстық болғаннан кейін, 40 градуспен 60 градусында ыстық болғаннан кейін, бұл интекті кезінде адамның жатыры ашылады. Сол кезде қатты кровотечение болып кетпеу үшін, босаңсып кетпеу үшін интекті кезінде қолданбау керек. Сосын қатты жағын деген, ішіп алған мас күйінде қолданбау керек. Ал мас жаңағыдегі ішеді ғой адамдар, сол күннің ертесіне не дейді анау? Бас жазу мақсатында осыған бір жарып тұрса, денедегі бүткіл интоксикацияны шлакты алады да, как будто ішпегендей болады. Ол енді практикадан өткен, сосын барып айтып көрдім. Сосын денесінде артық темір болмау керек. Сосын қатты температурасы көтеріліп, ауыр тұмау керек. Бірінші массаж жасап, сәл ретке келтік болғаннан кейін жатса болады. Сосын онкологияның ең төменгі степенде қолдануға ұсынылмайды. Басқа
жағдайлардың бәрін ұсынды. Мысалы, бүйрегі ауырып тұр да, денесі ісіп тұр ғой, не? Бүйрегі ауырып тұрған адамдарға именно мен өзім практикамда айтып, именно бүйрегі ауырып тұрған адамдарға сразу обострение береді. Сол себепті бірінші массаж жасап алып, сосын барып жатқызсам өте жақсы эффект береді. Сосын давлениесі қатты көтеріліп тұрған кезде де бірінші массаж жасап алып, продукция беріп барып, сосын барып жатқызу керек. Одан кейін қатты керектерде жылап толқаған болады ғой, мына өтіп толып тұр, бүйрегі воспаленный, денесінің бәрі ісініп кеткен, сондай адамдарға да бірлесін жатқызылмау керек. Бір-екі күн массаж жасап алып, үшінші күн барып жасаса, өте жақсы нәтиже береді. Себебі жаңағы толып тұр да, бірлесен бұл шығарамайды. Обострение береді. Сол себепті 2-3 күннен кейін барып жасаса болады. Тапсырақтарыңыз бар ма? Сұрақ қойсаңыздаршы. Жастан бастап Қанша жастан бастап? кімге болады? Қанша жастан бастап болғанда, енді 5-6 жастан бастап жатқызса болады. Мен өзім практикамда мысалға энурезбен ауыратын маған балалар қыз келген, 5 жасар бала. Қыз 5 жасар қыз, соған бірінші массаж жасап алып, сосын осыған жатқызған. Бірінші несінде, уже оларда такси ешқандай жылап жоқ, ешқандай бала, ода тоқта жаңағы миға баратын сигнал дұрыс табылмай қалады. Сосын аяқтан су көтеріп жаңағы мұндай жерде басып жүре берген. Соған массаж жасаған кезде оның миына сигнал барады, массаждың көмегімен нервный системасы орнына келіп, ал психотерапияға жатқан кезде уже денесі босаңсып, клеткалардың бәрі ашылып, денесіндегі кішкентай ғана суықтары шығып, уже сразу эффект береді. Сұрақ қойып жатыр сізге. Аллергиясы бар денесінде дейді. Аллергия, бізде аллергия қай кезде болады? Аллергия негізінде бауыр ауыратын адамдарда аллергия болады. Бірінші щитовидный железі, бауыр, соны бірінші реттеп алып, сосын барып жатқызса болады. Бірінші бел массажы, продукция, сосын барып қосымша алса болады, өте керемет нәтиже береді. Аппарат сатып үй жағдайында алуға бола ма? үй жағдайында қолайлы. Міне көріп тұрсыздар, жаңа дегенде мен қостым, тоққа тықтым, болып ештеңе істеп жатқан жоқпын. Пациентка жатыр, өзі жасап жатыр. Үй жағдайында да осылай қатты шаршап барған кезде де тоққа тығып қойып, шаршауды басу ретінде осылай жатып, демалып, бүткіл денеміздегі токсин, шлак, стресс бәрін шығарып алуға өте керек. Тиімді, оңай. Тиімді, безопасно, әрі оңай. Тоққа тығас, өзі жасай береді. Адрестеріңіз қандай? Адресimiz biz Dulati 196 As Sabır бизнес-центрінде орналасқанбыз. Осы жерге келіп, осы аппаратқа жатып көрем дейтін болсаңыздар, келіп процедура алып көрсеңіздер болады. 12-ге ауысамыз. Америкаға тұрғызып, енді жинауды көрсетейін. Себебі жинаудың өзі де не дейді анау? Мына аппаратқа зиянсыз еді. Мә ағылады ғой. Бұл кісінің тиімі өзінікі болған кейін несімен жатып жатыр да, иә? Киіммен. Сізге аяққа барып жатып көргенді. Дальше. Кәдімгі су көпті ғой, иә? Мен ба? Мен аяққа жатып көргенім бұл кісі. Сразу. Суы кетті оны. Енді қараңыздар, енді пакетке дейін жатады. Пакетке осылай су тиіп қалмас үшін пакетте жатқан дұрыс. Енді осылай су болған кезде бұл аппаратты міндетті түрде осындай спиртовый салфеткамен сүріп алу керек. Ертеңгі күні иіс шығып кетпеу үшін міндетті түрде осындай салфетка, спиртовый салфеткамен сүртіп алынады. Осындай су болған жерлердің барлығы. Темір қалың ба? Енді бұл аппаратты қалай жинаймыз? Негізінде, если ыңғайлы жер болса, бұл аппаратты осылай қосып, осылай тұра бергені жақсы. Бұл аппаратты қолданып болғаннан кейін бірлесін жинамайды, ашып, екеуін бір-бірінен ажыратып, жайып қояды. Мына жерлердің бәрін сүртіп алып, спиртовый салфеткамен жайып қояды. Себебі мынау қызығана сәл басу керек, су керек та, ыстық болып жинамау керек. Ыстық болып жинайтын болса, мына ішін бар сасиды. Сол себепті ашып бірінші жайып қояды. Сосын болғаннан кейін смартты өшіреміз, қолмен өшірді, тоқтан суырамыз. Тоқтан суырып болғаннан кейін бар. Мынау шнурлардың бәрін ажыратамыз.
Сосын капсулаға жалғанған шынылар бар. Капсулаға жалғанған шыныларды екі қолмен ұстап тұрып, мынау былай суы бұл. Мынаны тур осылай тұрып жұлып алатын болсаңыздар, сақын тиеді да сынады. Сол себепті мынаны ұстап тұрып, сосын барып алған дұрыс. Сосын екі шетінен замоктарды ажыратып алып, көрпе жайғанда жайып қойасыздар ғой. Мына осылай жайып қоясыздар. Енді бұны жинау керек. Қалай жинаймыз? Оны қалай болса солай етіп бүктеп жинауға болмайды. Именно өзінің жинайтын тәртібімен жинау керек. Себебі мынаның арасының бәрінде сымдар бар. Сол сымдар үзіліп кетпеу үшін, зақым тимеу үшін өзінің тәртібімен жиналады. Мынау басы ашық тұрған үстіңгі жақтағы капсуласы, үстіңгі жағындағы матрасты астыңғы жаққа жинаған дұрыс. Оны бұлай екеуі бір-біріне қосады. Міне өзінің ровно жиналған тәртібі бар. Осылай бүктеу арқылы, именно солай бүктеу арқылы жиналу керек. Бір рет қосамыз. Бұлай жиналады. Тур осылай жиналады. Коробкасына салатын кезде. Осылай саламыз. Сосын келесі аппаратты тур осылай біріне қосып, сол жиналу тәртібі бойынша бүктеп өзінің жәндегі қорапшаларына саламыз. Сосын мынау екеу болады ғой. Мынау бетінде жамылатынды астыңғы жағына жіберген дұрыс. Астыңғы жағына. Себебі ертең оны алған кезде бірінші сонда үсті шығады, сосын бірінші асты шығады, сосын барып үсті шығады. Келесі кезде жайған кезге де ыңғайлы болады да, сол себепті өзінің ретімен салған дұрыс. Астыңғы жағына, ал астыңғы жағы үстіңгі жағына түседі. Сосын смарт құрылғысын осындай өзінің чемоданы бар. Міне, осы чемоданына салады. Шынылардың бәрі мына жаққа жинайды. Сосын бұны келесі мынау жанына салады. Осылай қорапта реттеп жинап қойсаңыздар болады. Или болмаса көп ашпаймын дейтін болсаңыздар, осылай жата бергенде дұрыс. Себебі шынырды әр алып салған сайын шыныр бұзылады. Сол себепті осылай жатқанда дұрыс. Ал жинау тәртібі осылай. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Осылай суйт үстіне. Сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Қойыңыздар. Содан кейін мен сұрақ бар менде. Адам жатып болады ғой. Содан сразу душқа түскен дұрыс па, или кішкене күтініп барып түскен дұрыс па? Әр процедураны алғаннан кейін бізде БЭМ болсын, ТИМ болсын, РЭМ болсын, үшеуінің де үш процедураны алғаннан кейін 3-4 сағаттан кейін душқа түскен жақсы. Душқа түскен күннің өзінде жылы үйдің ішіндегі температурасы жылы суға түскен жақсы. Әр процедураны алғаннан кейін қолды мұздай суға батырмаймыз, жылы шай ішеміз, мұздай шай ішпейміз, аяғымызды, қолымызды жылы ұстаймыз. Себебі біздің денеміз, меридиандарымыздың бәрі ашылып, патогенді системаларымыздың бәрі ашық болып жұмыс жасағаннан кейін, анадан жаңадан толғаннан кейін, ол денені бәрі босап тұрғаннан кейін, денені 10 күнге дейін жылы сұраған дұрыс. Тағы бір сұрағым бар. Анау босанып келгеннен кейін шілдеттер шығаруға барған кезде қанша процедура қабылдау керек? Шілдеттер шығаратын әйелдер, олар босанып келгеннен кейін өзі босанған әйелдер етеккірі тоқтағаннан кейін жасалынады. Ал кесірткілігіменен босанған әйелдер именно ішіндегі шофы жазылғаннан кейін ол 4-5 айда жазылады. Сол кезде барған дұрыс. Енді ол барғаннан кейін мысалы босанған әйел көбінесе әлсіз болады. Яғни жамбас қуыстардың бәрі босаңсып, клеткалардың бәрі ашылып, мысалы ішкі органдардың бәрі орнынан жылжып, қандай да бір әлсіздік болады да, оларға 3-5 сеанс предлагать. Одан көп предлагать етуге қажет жоқ. Себебі одан да әлсіздік береді. Сол бірінші шілдетке шығаруға барған кезде бірінші бел массажпенен массаж жасап алып, олардың жамбас қуыстарын орнына келтіріп, организмдердің бәрін орнына келтіріп, маркасын көтеріп,
термотерапияға жатқызып шайды беретін болса өте жақсы. сұрақ қойып жатыр сізге, аптасына неше рет қоямыз дейді. Аптасына күнде қойылса да болады. Күнде. Қандай сұрақтарыңыз бар? Қоя беріңіздер. Сау адам, мысалы сау адам күнде жата берсе бола ма? Болады. Айттым ғой, халатпен жатсаңыз да болады, штаттық халатпен. Или жаңағыдай пакетке кіріп жатсаңыз да болады. Ол енді өзіңіз сезінеді ғой адамның өзіне. Кейбір адамдар болады, 3-4-5 рет жатқаннан кейін уже әлсіреп бастайды. Себебі именно денедегі токсиндерді шығарған кезде, мысалға мынау токсин болса, мынау біздің теріміз, ішкі организм. Токсин мына жерде былай тұрады. Токсиндер былай тұрады. Осы именно дірілдету арқылы осы токсиндерді алып тастайды. Шығарып тастайды тері арқылы. Енді қарапұсаттар мына жер мен мына жер екеуі жара сияқты орны қалып қояды. Әр біздің клеткамызда осындай токсиндерді алып орындары қалып қояды. Ол орны бітеді, қайтадан өзінің клеткасы восстановить ету үшін біраз уақыт кетеді. Сол себепті осындай кезде адам әлсірей бастайды. Әлсіреп өз-өзіне келем дегенше шамалы тағы да қоя тұрған дұрыс. Бұл адамның жағдайына қарайды. Рахмет, Гүлжан ханым. Сұрақ бар ма? Кімде бар сұрақ? Сұрақ болса қойыңыздар. Қолданып жүрсіздер, біреу сіздерге сұрақ қойып жатыр мысалға. Соны енді осы жерде айтсаңыздар. Аха, түсінікті дейді, мына бір кісі айтты да, Гүлназа ханым. Гүлназа ханым. Енді бізде біздің жаңа партнеріміз, өте белсенді партнеріміз Гүлмира ханымды ортаға шақырғым келіпті. Өзінің бүгінге ұйымдастырған бір керемет ойыны бар екен. Білмеймін, оны не де білмеймін. Бізде өйстіп сабақтан кейін обязательно ойын жүргізеді. Күніге сабақ, күніге ойын, енді кеше Фениксті алам деп бермеп бөлініп кетті. Кішігірім, бірақ ойын алып келіп деп бір ойын ипапта отқан командаға сыйлықпар. Отқан кісілер бөлеміз бетке, дәл солай ойын ойын. Мен де ойынға қатысайын онда. Мынау кушетке телефон алып тастаймыз ба? Бізде ойын еді. Не істейсіз, Гүлжан, тұра берсін ба өйстіп? Мынау жүйесі болды. Қалай өйстіп? Күшті.